тортын дайындайтын боламыз. Сол үшін бізге қажетті заттардың барлығын түгендеп алдық. Енді жұмыртқаның ағын сарысынан айырып, торттың бисквитін жасауға кірісеміз. Жұмыртқаның ағын миксерлейміз. Әдеттегідей төмен скоростьтан бастап, скоростьті жоғарылата отырамыз. Жұмыртқаның ағына қантымыздың көп бөлшегін қосамыз, ал сарысына аздаған бөлшегін қосамыз. Мінекей қосып алдық, енді ағын миксерлейміз. Енді жұмыртқаның сарысын миксерлейміз. Енді сарысын ағына саламыз. Енді ұнымызды ұн үйлегіштен өткізіп, біздің жұмыртқамызға салатын боламыз. Біздің бисквитіміз дайын. Енді 22-ші формада пісіретін боламыз. градуста қызып тұрған пешімізде 25-30 минут пісіріп аламыз. Дайын болғанын ағаш таяқша арқылы тексеретін боламыз. Ағаш таяқша арқылы піскен-піспегенін анықтаймыз. Бізде әлі ыстық. Формасынан шешеміз. Әлі ыстық мінекей. Енді біз оны салқындатамыз. Крем дайындауға кірісеміз. Ол үшін біз сливкімізді миксерлеп аламыз. Қант ұнтағын саламыз. Бізде алдын ала ұн үйлегіштен өткізілген. Миксерлейміз. Енді творожный сырымызды саламыз, жартысын. Миксерлейміз. Енді қалған творожный сырымызды саламыз. Енді қатайғанша толық миксерлеп отырамыз. Енді аздаған бөлшегін оформление жасауға алып қалсаңыздар болады. Бетін әсемдеуге қолдану үшін. Осы жеткілікті. Енді қалған кремімізге печенье ореоларды сындырып салатын боламыз.
Өзіңіздің қалауыңызша аз, көп печенье қоссаңыздар болады. Креміне. Енді араластырамыз. Біз бисквитімізді 3 бөлікке бөліп алдық. Және ең төменгісін орналастырамыз. Крем жағамыз. Пропиткаға қойғаннан кейін печенье Орео кәдімгідей жұмсарады. Қазіргідей қатты болып тұрмайды. Рафаэлло тортын жасағандағыдай етіп біз коржығымызды 3 бөлікке жіптің көмегімен бөліп алған болатынбыз. Енді бұған да крем жағамыз. Енді біздің 3-ші коржымызды орналастырамыз. Біз мына бетін емес, керісінше бетін орналастыратын боламыз. Және үстіне аздап қана тегістеп крем жағып шығамыз. Мінеке айналасын осайдан қалдырамыз, яғни коржықтар көрініп тұратындай етіп. Бірақ сіз өз қалауыңызбен толыққанды айналасын жауып тастасаңыз болады. Енді біз Орео печеньелермен оформление жасайтын боламыз. Мінеке Орео печеньесін аламыз. Ортасындағысын алып тастаймыз да, мына екеуін үгітеміз. Үгітіп, бұны тортымызға себетін боламыз. Оформлениеге қолданатын боламыз бұларды да. Насадканың көмегімен гүл жасап шығамыз. Қанша штук? Печенье ореоларымызды қойып шығамыз. Әсемдеуін өз қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Және біз бағанағы ортасында кремін алып қалған печеньемізді барынша үгітіп себетін боламыз. Алдын ала барлығын оқтаудан өткізіп алып, сөйтіп сеуіп шықсаңыз болады, өте ыңғайлы болады. Анаса себейін бай? Андай жерлеріне. Жарығымыз тұрған жоқ.
Мінекей біз енді дайын тортымызды холодильникке қоятын боламыз.